Достар, сәлем. Бүгін сіздерге тамақты өте дәмді қылатын помидор мен перецті дайындайтын боламыз. Алдын ала осылай заготовка жасап қоямыз. Ол үшін бізге помидор керек, және бұрыштар керек, и чеснок керек. Чеснокты видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайынан турап аламыз. Әркім өзінің жасау мөлшеріне қарай алады. Енді перецтерді дәл видеодағыдай етіп тұраңыздар. Достар, біздің каналға подписаться кнопкасын басып, қоңырауша белгіні басып, лайк қойыңыздар видеоға, және астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді помидорымызды дәл осылай етіп турап алыңыздар. Осы видеоның рецебін барлық WhatsApp чаттарға бөлісуге болады. Не көріп тұрғандарыңыздай помидор, перец, сосын чеснокты қосып, үшеуін бірге блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер блендер болмаса, сіздер ет тартқышпен де езіп алуларыңызға болады. Енді осындай ыдыстарға барлығын салып шығамыз. Мынау бізде кекс пісіратын ыдыс, осындайға қатырып алдым. Не барлығын салып дайындадым. Енді бұны морозильникке қатырып қоямын. Не көріп тұрғандарыңыздай біздің тамаққа қосатын томаттың орнын басатын өте дәмді заготовкаларымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай осылайынан барлығын ыдысынан ажыратып аламыз. Салафанға осылайынан салып қоямыз. Достар, осылай қатырып қойған себебім уақытымызды экономдаймыз, және қыс кезіне көп қып осылайынан қатырып қоюларыңызға болады. Перецтің арзан кезінде мен осылай біразын ғана дайындап қойдым. 2 салафанға бөліп бәрін салып алдым. Енді тамақ істер кезде тамаққа қосып жүрсем, тамақтың дәмін өте дәмді қылдырады. Сіз де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сәттілік сіздерге.